Алматы десек көзімізге не елестейді? Әрине алма, қып-қызыл, үп-үлкен апорт. Бүгін біз дәл осындай жерге келдік. Бұл біздің Белбұлақ деген аудан. Осы жерде үлкен аумақта алма бағы жатыр. Әрине біз кішкене кеш қалдық, себебі қазанның соңында алмалар жоқ. Міне, төбесінің барлығы бос. Жерде де алмалар қалмаған. Дегенмен жерде бөлініп жатқан алмалардың ішінен жасыларын таңдауға, алма теруге емес, жай серуендеуге, отбасымен қыдыруға, осындай әдеміліктің арасында жүруге көптеген адамдар келіп жатыр. Белбұлақ сатының алмасы деген өте керемет екен. Дәмі деген ерекше. Үлкендіктен қалмай қалды, көбісі шіркет. Алмасына жететін алма жоқ. Белбұлаққа келіп хабарландырумен алма жинап жатырмыз. Енді соңғы алмалар сияқты компотқа болса да жарайтын алмалар. Тамаша екен, табиғатының өзі керемет. Иісі қандай? Мәселе алманы жеп баю емес. Осындай тамаша табиғатты көріп, серуендеп қайттық. Қызымыз екеуміз бүгін. Біз де бүгін келдік. 3 пакет алма теріп алдық. Адамдармен тілдестік, сөйлестік. Көп адамдар бұл туралы Instagram әлеуметтік желі арқылы біліп жатыр. Осылай біздің Алматы қаламыздың, алма бағымыздың танылып жатқаны керемет жаңалық. Келесі жылы кешікпей келіңіздер. Қазан айының басында немесе қыркүйек айының соңында келсеңіздер, үлгересіздер. Бір өкінетін жері, қаншама алмалар жерде бөлініп жатыр. Оны теріп, дер кезінде теріп сатқан адамдар болмаған ба, немесе ертерек бұзылмай тұрып компотқа деп сухофрукт істеуге, мысалы. Сондықтан да келіңіздер, көріңіздер. Осылай республика күні қарсаңында бізде келіп өзіміздің отандық өнімді жеп жатырмыз.